Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Барша мадақ шүкіршілік атаулы, күллі аспан әлемі мен жерді жаратқан, тас қараңғы түнектер мен жарық нұрды жоқтан бар еткен Аллаға тән. Соған қарамастан күпірлік қылғандар Раббыларына өзгелерді, яғни пұттарды, ай жұлдызды, тіпті өздері секілді ет пен сүйектен жаралған кей адамдарды кен тұтады. Ол сендерді балшықтан жаратты, содан кейін сендерге өлшеулі ғұмыр берді. Сондай-ақ оның дәргейінде жалпы ғалам мен ондағы әрбір жаратылыстың, әр қауымның, әр пенденің һәм әр оқиғаның басы мен соңы бар екенін көрсететін, әу бастан белгіленген, әсте өзгермейтін өлшеулі мерзім бар. Алайда сендер осыны ақиқатты көріп біліп тұрып, Алланың құдіретіне және ақыретке шәк келтірудесіңдер. Ол күллі аспан әлемінде де, жерде де құдіреті мен билігі шексіз. Жалғыз Алла. Ол сендердің құпия сырларыңды да, жария істеріңді де, сондай-ақ жақсы жаман, адал арам, не тауып, не істеп, не қойып жүргендерін бәрін жақсы біледі. Соған қарамастан, оларға Раббыларының аяттарынан қандай да бір уахи жолымен келсе болды, еш ойланбастан одан сырт айналады. Оларға ақиқаттың нақ өзі Құран түрінде келгенде, оған да сенбестік танытты. Һәм ондағы ақиқаттарды ескертулерді, әрі ақыретке қатысты ғайыптан хабарларды мазаққа айналдырды. Әрине уақыты келгенде олар нені мазаққа айналдырғанын әлі-ақ білетін болады. Олар өздерінен бұрын қаншама ұрпақтың, қаншама қауымның көзін жойғанымызды көріп ойланбай ма? Біз кезінде оларға жер бетінде мықты жағдай жасап, сендерге нәсіп етпеген мүмкіндіктерді нәсіп еттік. Көктен берекелі мол жауын жаудырдық. Сондай-ақ аяқтарының астынан өзендер ағыздық. Алайда ақырында істеген күнәлары себепті олардың көзін жойдық та арттарынан басқа ұрпақ, басқа қауымдарды жараттық. Уа Мұхаммед, егер саған Құранда уахи арқылы түсірмей-ақ бірден көктен қағаз жайылған дайын кітап күйінде түсірсек, һәм олар соны көзбен көріп қана қоймай, қолдарымен ұстап көрсе де бәрібір әлгі күпірлікте табандағандар, бұл нағыз сиқыр, одан басқа түк те емес дер еді. Сондай-ақ олар оған пайғамбарлар екенін растайтын, әрі жәрдемші болатын бір періште де түсірілсе, болмас па еді десті. Егер оларға пайғамбарларға қоса Лот қауымына түсіргендей көктен періште түсірсек, онда әрине іс бітер еді. Яғни ақиқатты көріп тұрып иман келтірмегендіктен шаруалары бітер еді. Сөйтіп өздеріне титтей де мұрсат берілместен бастарына қиямет орнар еді. Егер ол пайғамбарларды періште етіп, періште пайғамбар жіберер болсақ, онда солардың арасында өмір сүріп, оларға жолбасшы ретінде үлгі өнеге көрсетуі тиіс болғандықтан, оны да ер адам бейнесінде жіберер едік те. Өздерінде ет пен сүйектен жаралған адам пайғамбар мәселесінде қалай күмәнға бой алдырса, періште пайғамбарға қатысты да дәл солай күмәнға бой алдырар еді. Уа Мұхаммед, шүбәсіз өзінен бұрын да қаншама пайғамбар өз қауымы тарапынан тәлікке ұшырады. Алайда олар келеке етіп, мазаққа айналдырған хақ азап түбінде өздеріне жан-жақтан құрсау салып, өздерінің түбіне жетті. Уа Мұхаммед, оларға жер бетін шарлап, пайғамбарларды һәм солар арқылы жеткен ақиқаттарды өтірік деп, жалғанға шығарғандардың ақыры не болған өз көздерімен көріңдер деп айт. Сондай-ақ оларға күллі аспан әлеміндегі мен жердегінің бәрі кімге тиесілі? Әлбетте Аллаға тиесілі деп айт. Ол рақымдылық танытуды өзіне лайық қасиет һәм өзінің басты ұстанымы қылды. Сол себепті ол осынау шексіз рақымын толықтай паш ету үшін шүбәсіз орнайтын қиямет күні барлығында бір жерге, яғни ғарасат майданына жинайды. Алла берген ақылды мен һәм иман келтіріп, ақиқатқа жету үшін ойларына дартқан көптеген қабілеттер мен нәзік сезімдерді зая етіп, өздерін зиянға,
ұшыратқандар бар ғой, міне солар әсте иман келтірмейді. Түн мен күндізді паналаған барлық нәрсе бір Аллаға тиесілі. Ол Самих, бәрін естуші, Әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Уа Мұхаммед, оларға былай деп айт: сонда мен күллі аспан әлемі мен жердің жаратушысы, тіршілік иелерінің бәріне қорек беретін, өзі ешқандай қорекке мұқтаж болмаған Алладан өзгені қамқор дос тұтпақпын ба деп былай деп айт: шүбәсіз маған бір Аллаға иман келтіріп, жан тәнмен мойынсұнғандардың алды бол деп бұйырылды. Сондай-ақ маған мүшриктердің қатарынан қосылушы болма деп бұйырылды. Сондай-ақ егер Раббыма қарсы келіп асы болсам, алапат күннің азабынан қорқамын деп айт. Кім сол күні азаптан аулақ әкетілсе, шүбәсіз Алла оған мейірімін төккені. Айқын жетістік жан төзгісіз азаптан құтылу деген міне осы. Егер Алла сені қандай да бір қиындыққа душар етіп, саған зиян тигізсе, сені одан Алладан өзге ешкім де құтқара алмайды. Ал егер сені жақсылыққа бөлеп, саған қандай да бір пайда келтірсе, шүбәсіз оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Ол құлдарын өзіне толық бағындырушы, ол хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі, хабир, барлық нәрселерден толық хабардар болушы. Уа Мұхаммед, оларға кімнің куәлігі анағұрлым күшті деп һәм әлде қайда өтімді деп сұра. Әрі мен сендердің араларындағы барлық нәрсеге бір Алланың өзі куә. Ол Құран маған сендерді һәм кімге дейін жетсе, солардың бәрін ескертуім үшін уахи етілді. Ей мүшриктер, Алламен қатар басқа да құдайлардың бар екеніне мына сендер куәлік ету дейсіңдер ме? Мен бұған әсте куәлік етпеймін де. Әрі оларға ол жалғыз Құдай, одан басқа Құдай жоқ. Мен сендердің Аллаға серік етіп қосқандарынан аулақпын деп кесіп айт. Біз кітап берген яһудилер мен христиандар, әсіресе араларындағы ғұламалары пайғамбарды өз балаларын танитындай өте жақсы таниды. Алайда Алла берген ақылды һәм иман келтіріп, ақиқатқа жету үшін бойларына дарытқан көптеген қабілеттер мен нәзік сезімдерді зая етіп, өздеріне зиянға ұшырағандар бар ғой, міне солар оған әсте иман келтірмейді. Өз ойынан өтірік айтып, соны Аллаға телегеннен немесе Алланың аяттарын өтірік дегеннен асқан залым бар ма? Шүбәсіз ондай залымдар түбінде оңбайды, әрі мақсат мұратына жетпейді. Күндердің күнінде олардың барлығын бір жерге, яғни Машқарға, Арасат майданына жинаймыз. Содан кейін Аллаға серік қосқандар, кәне Аллаға серік әрі тең тұтқан құдайларын қайда деп сұраймыз. Сонда олардың бәлкім құтылып кетерміз деген дәмемен ойлап табатын жалғыз жауабы: Раббымыз Аллаға серт, біз Аллаға серік қосқандардың қатарында болған емеспіз деу болады. Уа Расулым, олардың өз сөздерін өзгерткісі өтірікке шығарып, қалай ұялмай қызармай өтірік айтқанын көрдің бе? Дүниеде ойдан шығарған құдайларды, яғни дүниеде құдайдай көріп құлдық ұрған нәрселер де оларды тастап көзден ғайып болды. Олардың арасында Құран оқығандарына құлақтарына құрышын қандыру үшін сені тыңдайтындар да бар. Алайда біз пиғылдарына қарай жүректерін оны жете түсініп, ақиқатқа көруіне кедергі келтіретін қат-қабат қаптаммен қаптап, құлақтарына да ақиқатты естіртпейтін ауырлық саңыраулық салып қойдық. Енді олар қандай да бір мұғжизаны әрі ақиқаттың айқын дәлелін көрсе дағы бәрібір иман келтірмейді. Тіпті қасына келгендерінде сенен өздерінше сөз таластырады, һәм күпірлікте қатты кеткендері өздеріне оқылған Құран аяттары жайлы. Бұлар бұрынғыларын ойдан шығарған аңыз әпсаналары, одан басқа түк те емес дейді. Егер ел жұртты Құраннан алшақтатады һәм өздері де одан іргелерін аулақ салады, осылайша олар тек өз басын ғана қауіп-қатерге тігуде һәм оның парқына да бармауда. Ақырында олар тозақтың алдына келтірілгенде, әттең-ай, дүниеге кері қайтарылсақ қой,
онда Раббымыздың ақиқатты соқыр таяқ ұстатқандай етіп көрсететін аяттарына сенбестік танытпай, біз де оған кәміл сенетін мүмін болар едік деп аһ ұратын көрсең ғой. Жоқ, олай емес. Олар өздерінің баяғыдан бері жасырып келгендері, яғни аярлығы, арам пиғылдары һәм мүміндерге құрған тұзақтары әшкереленгені үшін солай деуде. Егер олар дүниеге кері қайтарылар болса, өздеріне тыйым салынған жат қылықтарын бәрібір қайтпас еді. Шүбәсіз, олар барып тұрған өтірікші кезаптар. Олар біз үшін дүние тіршілігінен басқа тіршілік жоқ, өлгеннен кейін қайта тірілмейміз деп айтады. Олардың Раббыларына алдына келтіріп, тікелерінен тік тұрғызылғандағы сұрқын көрсең ғой. Сонда Хақ Тағала оларға өлгеннен кейін қайта тірілетіндерін рас екен дейді. Олар я Раббымызға серт рас екен деп айтады. Хақ Тағала ендеше өмір бойы күпілік қылғандарын үшін өздеріне лайық азапты тартыңдар деп бұйырады. Күндердің күнінде Алламен қауышатындықтарына сенбегендер расында да үлкен зиянға ұшырайды. Олар Алламен қауышпай тұрып, қиямет қайым бастарына аяқ астынан орнағанда өз қолымен істеген күнәлары арқалаған күйде қап әттеген-ай, басымызға бұндай күн туады деп ойламаған едік. Дүниеде істеген күнәларымыз үшін өзімізге де обал жоқ деп аһ ұрып опық жейді. Шынында олардың арқалаған күнәлары қандай жаман еді. Дүние тіршілігі құр ойын күлкі мен уақытша сауық сайран ғана. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған қарсы келуден барынша сақтанатын тақуа жандар үшін ақырет тұрағы мекені әлде қайда хайырлы болмақ. Ендеше сәл де болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Уа Мұхаммед, олардың айтқандарын айтқан өтіріктері мен жапқан жалаларын жанына батып, көңіліңе қаяу түсіретінін әлбетте жақсы білеміз. Шындығында олар сенің өзіңді өтірікші санамайды. Алайда ол залымдар біліп тұрып, Алланың аяттарына сенбейді. Олардың бұл қылығын көңіліңе алма. Шүбәсіз сенің алдында да талай пайғамбарларға өтірікші және жала жабылды. Алайда олар өздеріне жабылған жалаға қауымдарынан көрген әртүрлі қорлыққа шыдап бақты. Ақыры оларға жәрдемі жетіп, мерейлері үстем болды. Алланың сөзін, үкімін, уәдесін, пәрменін ешкім де өзгерте алмайды. Расында саған да бұрынғы пайғамбарлардың басынан өткен ғибратты оқиғалардың бір парасы келіп жетті. Егер солардың ақиқаттан сырт айналғаны жаныңа қатты батып, оларға дағуанды мойындату мақсатында өздерінен талап еткен мұғжизаларын көрсету үшін жердің шаңырау түбіне дейін бойлайтын өткен немесе көкке шығаратын сатының болғанын қаласаң, онда біліп қой. Егер Алла қаласа, шүбәсіз олардың барлығын бір мұғжизамен жаппай тура жолға салар еді. Егер сен осынау ақиқатты білмейтін адамдардың қатарына қосылма. Ендеше сен осынау ақиқатты білмейтін надандардың қатарына қосылма.